Ғасырлар қойнауында қалған көне қаланың құпиялары біртіндеп ашылып келеді. Жетісу облысында Қапал Қызылағаш 1 орта ғасырлық қалашығында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары барысында жаңа жәдігерлер табылып, бұрын белгісіз болған тарихи деректер анықталуда. Биыл мамандар алғаш рет археоботаникалық зерттеулер жүргізіп, көне тұрғындардың тұрмыс тіршілігін зерттеуге кірісті. Толығырақ Гаухар Серікқызы тарқатады. Қолымдағы бұл жәдігер 10-12 ғасырға тиесілі. Бұл орта ғасырлық кезеңнен табылған бас сүйек. Археологтардың айтуынша, осындай әрбір табылған олжа көне қаланың тарихын қайта жаңғыртуға және сол заман тұрғындардың тұрмысында тануға жол ашады. Енді бұл табылған жәдігерлерді анықтау арқылы археологтар сол заманның қандай тұрмыс тіршілікпен айналысқанын анықтамақшы. Қапал ауылынан солтүстік шығысқа қарай 7 шақырым жерде орналасқан Қапал Қызылағаш 1 қалашығы Ұлы Жібек жолы бойындағы маңызды қоныстардың бірі. Және мұндай қалашықтың 70-ге жуығы болуы мүмкін. Археологтардың айтуынша, ескерткіш ұзақ уақыт бойы зерттеушілер назарынан тыс қалып келген. Биыл орталық құрылыс пен қорғаныс мұнараларында қазба жұмыстар жүргізіліп, тың деректер анықталған. Қазба барысында табылған керамикалық бұйымдар да ғалымдар үшін құнды дерек көзіне айналып отыр. Археологтар астық пен су сақтауға арналған түрлі құмыралар мен тостағандарды анықтаған. Сонымен қатар қалашықтан сирек кездесетін сырлы шырақ табылды. Мамандардың айтуынша, бұл жәдігерлер орта ғасырлық шеберлердің өндіріс технологиясын қайта қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Ең бірінші бұл қалашық жайлы айтсам, қалашық алғашқы 2023 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих факультеті археология кафедрасы меңгерушісі Ринат Жұматаев бастаған археологтар тобы ашқан болатын. Мұнарасын анықтау, қорғаныс мұнарасын, және бір шаруашылық аймақта қазба жүргізу, және де осы бір қалашықтың ортағы аумақтың қабырғасын анықтау болатын. Биылғы далалық маусымның басты ерекшелігі археоботаникалық зерттеулердің қолға алынуы. Германиядан келген маман ежелгі тұрғындардың қандай дәнді дақылдарды тұтынғанын анықтау мақсатында арнайы зерттеу жүргізуде. Ол үшін ошақ орындары мен шаруашылық шұңқырларынан алынған топырақ үлгілер керек және флотация әдісі арқылы өңделіп зертханалық талдауға жіберіледі. Біз археоботаникалық әдіс арқылы ежелгі тұрғындар тұтынған өсімдіктердің қалдықтарын зерттейміз. Қапал Қызылағаш қалашығында жүргізілген зерттеу барысында көмірленген бидай мен арпа тұқымдарын анықтадық. Қазір үлгілер зертханаға жіберілді. Алдағы талдаулар орта ғасырлық тұрғындардың қандай дақылдарды өсіріп, тұтынғанын нақты анықтауға мүмкіндік береді. Зерттеушілер жануар сүйектерінде сараптауда. Бүгінге дейін 900-ден аса сүйек есепке алынып, олардың басым бөлігі ірі қара және ұсақ малға тиесілі екені анықталған. Бұл қалашық тұрғындардың негізгі кәсібі мал шаруашылығы болғанын көрсетеді. Мамандардың пікірінше, Қапал Қызылағаштағы зерттеулер Жетісу өңірінің орта ғасырлық тарихына қатысты тың мәліметтер беріп, өңірдің тарихи мәдени мұрасын ғылыми айналымға енгізуге жол ашады. Гаухар Серікқызы, Ерлан Азамбай, Жетісу телеарнасы.